Сонымен сәлем баршаңызға. Ағылшын тілі туралы қысқаша айта кетейін. Жалпы ағылшын тілін үйренердің алдында ағылшын тіліне деген барьерді алып тастау өте маңызды. Яғни әрине әркім ағылшын тілін ағылшын тілінде жақсы сөйлеудің дұрыс екенін біледі және оның пайдасы көп екенін, оның жұмысқа, оқуға, сонымен қатар күнделікті өмірге пайдалы екенін білуі мүмкін. Бірақ кейбір адамдарда ағылшын тілін сөйлеуге деген бір қорқыныш, үйрене алмаймын деген қорқыныш, мүмкін басқа да себептер ағылшын тілін үйренуге қадам жасатпайды. Бұның бір үлкен себептердің бірі ағылшын тілін үйрену қиын деп ойлайды. Негізі ағылшын тілін жүйе болмандықтан көбісі үйрену барысында көптеген қиындықтар шағып жатады. Яғни ағылшын тіліндегі сөйлеу, сөздік қор, грамматика, осының барлығы оқушыға бірдей берілген кезде, оны айтылған кезде оқушыларының миы оны қиын қабылдайды. Енді сол ағылшын тілін үйренудің оңай жолдары бар. Мен сізге соның бір түрін көрсете кетейін. Мысалы, кез келген сөйлемде бізде не бар? Зат есім бар. Және не бар? Етістік. Енді мысалға мен ұйықтаймын. Мысал келтірейік болса. Ұйықтаймын. Енді дәл осыны ағылшынша айтып көрейік. I sleep. Түсініңіз ғой, яғни бұл структурасын құру. Яғни кез келген сөйлемде сөйлеу үшін жалпы кез келген нәрсенің мысалы сүйегі сияқты бұл. Ең басты сүйектері зат есім, етістік. Одан кейін мысалға бізде не болуы мүмкін? Істеу, мысалы қай жерде деген, немесе есімдік қалай болады? Тағы да жаңағыдай object деп айтады ағылшындарда. Subject, object, яғни мысалы мен оған айттым. Оған деген не болады? Толықтауыш бола ма? Толықтауыш. Яғни сөйлемнің құрамы да. Анықтауыш, толықтауыш, пысықтауыш дегендер бар. Яғни бұл етістік емес, мүмкін баяндауыш дейік. Сонда баяндауыш, яғни бір баяндап тұр не істеп жатқанымызды. Бастауыш, яғни біз сөйлемнің басы. Түсінікті болды ма енді? Яғни біз сөйлем құрылымын, яғни ағылшын тілін сөйлемес бұрын адам кішкене де болсын грамматиканы көп оқымай, бірақ ең тиімді жолы осы сөйлем құрамына мән беру. Яғни бастауыш, баяндауыш арқылы сөйлей беру. Яғни осыны адам жаттықтырғасын көп сөйлеп, мысалға тағы да мысал келтірейін. Қандай сөйлем айтуға болады? Мен мысалы ол деген зат есім ғой. Яғни бастауыш, бастап тұр, ұшады, ол ұшады. Қалай болады бұл? He flies. Ол жерде детальдарға пока мән бермеңіз. Кейін түсіндірем. Тағы бір сөйлем. Біз жейміз. Мысалы қысқа қарапайым біз. Мысалы не істеп жатсыңыз десе, мысалы біз жейміз. Яғни тамақ екені түсінікті де. Тамақты. Осылай сөйлемнің ағылшын тілінің үйрену оңай жолдарының бірі. Осылай сөйлемнің осындай структура құру. Яғни бұл сөйлемді түрлендіруге болады. Мысалы мен 2 сағат ұйықтаймын. Яғни бұл арғай сөйлем күрделене береді. Мен кеше досымның үйінде немесе атамның үйінде 2 сағат ұйықтадым деп бұл кейінгі айтылатын жағдай. Бірақ осы аз-аздан мысалға сіз осы
1-2 апта шынықтырыңыз да өзіңізге. Одан кейін мүмкін 2-3 аптадан кейін толық пысықтауышты қосыңыз. 2-3 апта. Осылай 2 айда немесе тіпті 1 жылда толық ағылшынша үйренуге өзіңізге мақсат қойыңыз. Бірақ сол жылды бөліктерге бөліңіз. Мысалға 6 ай бойы структурасын үйренемін. Кейін практика деген сияқты. Кейін негізі практика жалпы жүріп отыру керек. Жүріп отырған жақсы. Оқу барысында да осы мысалы 1-2 апта үйренсеңіз, осыдан кейін мысалы сөйлеу, кино қарау деген сияқты осыны бір шынықтыру үшін арасында практика, яғни теория мен практика бірге жүрген жақсы. Мысалы шетелдікпен танысу, шетелдік сөйлесу деген сияқты. Ең бастысы бұл жерде барьер болмау керек. Барьерді алып тастау керек. Мысалы, мына үйрену барысында барьер мешает етпеу керек, себебі бұл барьерге қарсы сізде мотивация бар. Қандай мотивация бұл? Жоғары білім алу. Мысалы, өрісінің кеңеюі. Яғни ол көп нәрсені білесіз, күнделікті өмірде қолданасыз. Сондықтан мойымаңыз, егер қалай үйрену керек екенін білсеңіз, тіпті ағылшын емес, басқа да тілдерді үйрене бересіз. Сәттілік.